Құрметті футбол сүйер қауым, қазір біз профутбол командасымен тең түскен Мирас және профутболға есе жіберген Олимпик командалары арасындағы матчтың екінші таймын тамашалаймыз. Бұл соңғы ойын. Қазір міне мүмкіндік болды, Мирастың қақпасына гол соғылды. Бұл жерде Олимпик футболшылары бір голдың қарымтасын қайтарып кетті. Жылдам. Есеп 2-1. Егер гол жібермейтін болғанда осы матчта Олимпик командасы 3-ші орыннан, профутбол 2-ші, Мирас 1-ші орын иеленетін еді. Қазір профутбол мен Мирастың нәтижелері тең болып тұр. Әлі уақыт бар, екінші тайм енді басталды. Қарқынды бастады Олимпик футболшылары екінші таймда. Ойын ережесі бұзылды бұл жерде. Мұса қазір гол соғуға әрекет жасайды. Мұсаға қарсы ойын ережесі бұзылған. Алыстан соққы. Міне Мұса допқа әрекет жасаған еді. Есеп 2-1. Абай болу керек. Мирас ойыншылары осы турнирде 2 матчта жеңіске жетіп тұрып тең түсіп қойды. Кеше және бүгін. Ойын ережесі бұзылған үшін төреші қырғын шабуға мәжбүр болды. 3-ші минут 2-ші таймның. Есеп 2-1. Топты орнына қою керек дейді төреші. Енді қақпаға соққы бағыттамаған екен, бұл жерде бәрібір бастай берген дұрыс сияқты еді. Гол соғуға бір қауіп емес еді. Олимпик футболшылары сол қапталдан үлгермеді. Нұрислам пас берген еді. Яхия 15-ші нөмірде алаңда. Нұрислам шабуылға араласады, пас бере алмады. Олимпик ойыншылары допты алып қойды. Енді Мирасқа келді. Қазір қарымта шабуылмен жазалап кетуі мүмкін жаңағыдай. Мұхамеджан Қуатбек допты алаңнан шығарып жіберді. Сондай ойнау керек Мұхамеджан сияқты. Қарсыласқа допты беріп қойғаннан қарағанда допты алаңнан шығарып жіберген жақсы. Қауіп сейіледі. Нұрислам допты ойын қосты. Олимпик ойыншыларында алаңда сақтап қалды көк жейдедегі команда. Нұрислам аут. Олимпик футболшылар қорғанады, әлі алаңда доп. Аут. Мирас футболшылары допта қана бір соққы бағыттайтын ойыншы табыла ма бұл жерде? Әлихан. Міне жақсы Рахымжан қарсылас талдап өтуге кірісіп кетті, әлде доп жоқ. Ойын ережесі бұзылды бұл жерде. Мұса кінәлі деп табылды. Доп қолға тиді. Әлихан Мұхтардың қолына тиген еді. Алыстан соққы болады.
Паспен абай болу керек еді. Гол міне. Есеп 2-2. Мирас командасының қақпасына екінші гол соғылды. Бірінші таймда 2-0 есебімен жеңіске жетіп тұрған Мирас командасы тағы да 2 гол жіберіп алды. Таразы бас теңесті 2-2. Енді не болады? Осы қарқында Олимпик 3-ші гол соғып кете ма? Мұса үлгермейді бұл жерде. Рахымжан. Бірінші таймнан соң Мирас командасының жанкүйерлері, ата-аналарда, бапкерде, футболшыларда көңіл күйлері өте жоғары еді. Қазір енді олардың көңіл күйлері түсіп кетті. Себебі қарсылас 2 гол соғып кетті. Міне қазір 3-ші голға әрекет жасайды. Олимпик футболшылары характер көрсетіп жатыр. Камбэк жасап кетуі мүмкін жеңіске жетіп. 0-2 есебін жоққа шығара алды қазірше Олимпик футболшылары. Бұрыштама доп болады. Жаңа енді Самандарда күтпей қалды олай соққы бағыттайтынын. Сол үшін де допқа алып шықты. Әлихан орнын босатты Дархан Төребекке. Қазір көрейікші, қақпашының қақпа нысаны ала ма екен қақпашы. Рұқсат беріледі. Содан кейін Олимпик футболшылары 3-ші голға әрекет жасайды. Рұқсат берілді. Қақпашының жоғарыдан соққысы. Бұл жерде қайтарып жіберді. Қорғаушылар 20-ші нөмірдегі футболшы басымен қайтарған еді. Әділхан. Бірінші таймдағы Олимпик пен екінші таймдағы Олимпиктің айырмашылығы өте үлкен. Оянды Көкжидедегі команда. Міне қазір 3-ші голға әрекет жасап жатыр. Самандар допты иеленді. Мирас футболшылары. 8-ші минут 2-ші таймның Мұса. Өте алмады Рахымжан. Мұса үлгере ма? Рахымжан әрекет жасау керек Олимпик футболшыларында. Жоқ, допты алдырды. Ойын ережесі бұзылған. Мұса сол аяқпен соққы. Дәл анық бармады. Мұса пас еді мына Дархан. Рахымжан үлгермейді, тым қатты пас берілген еді. Бірінші ойында да есепті Мирас ашқан. Осы ойында да. Қан енді. Жоқ, пенальти жоқ, ешқандай. Қақпашы аут. Әділхан жарақат алған секілді. Орнын босатады. Ерсайын Медеу шығатын бол шықты алаңға. Міне Олимпик футболшылары гол міне сізге. Камбэктің Криштиану Роналду сияқты тойлады. 18-ші нөмірдегі ойыншы Олимпик футболшысы. 2-0 есебімен жеңіп тұрған Мирас 2-3 есебімен жол беруде. Жоқ деді Олимпик. Біз келіспейміз деді. Екінші орынды иеленеді. Егер Олимпик жеңіске жететін болса, Мирас соңғы орыннан орын иеленеді. Бірақ әлі уақыт бар. Енді Мираста характер көрсету мүмкін, үлгермейді Мұса. Есеп 3-2. Бірінші таймда
Мыналар екі емес пе? Қазір төреші бізге 3-3 деп жатыр. Міне гол! Есеп өзгерді. Оныншы номердегі футболшы гол авторы Бекнұр Беркінбай. Мына мирас футболшылар тағы да. Бұрыштан допты ойынға қосады. Бекнұр соққы бағыттаған еді. Аут. Ерсайында Олимпик футболшылары допты алаңнан шығарып жіберді. Соңғы минуттар. Нұрисламда доп. Шахназар допты алаңға алыстатқан еді, бірақ енді Олимпик футболшылары пас! Қақпашы Ерсайынның әрекеті еді. Бекнұр Мұса соққа тиіп қалды. Олимпик футболшыларында. Ойын ережесі бұзылды. Олимпик футболшылар тарапынан қазір Мұса. Қандай? Жоқ, ойын жалғастыра алады Мұса. Ерсайын медеу доптың алдында. Жоғарыдан пас соққыда болған, қақпашыға тиді. Әлде мирас шабуыл ұйымдастырады. Әмір соққы бағыттағанда матч аяқталды. Құрметті футбол сүйер қауым, келесі ойында кездескенше сау саламатта болыңыз.